Сотталушылар Ерғали Нариманович Күлбаевқа және Алқима Ертайқызына қатысты қылмыстық іс бойынша сотталушы Күлбаевтың азаматтық өкілі Абиловичтің Қазалы аудандық сотының судьясы Абдықалыққа қылмыстық істің қарауына қарсы білдіру туралы өтініші аудио және қосымша ескерте іс бойынша сот отырысының қатысушысы баяндаңыз. Кімге тұрған? Микрофон қосылай ма? Қоса бар, қайда қақтыр. Дауыс естіліп отқан жоқ. Тырысықты. Дауыс. Дыбыс. Так. Тағы баяндау өтейік. Адвокат Қамбаров бар ғой? Бар. Адвокат Ахметов Темірлан. Бар. Сотталушы Ерғали Нариманович Күлбаев. Бар. Алқима Ертайқызы сотталушы. Сотталушы Күлбаевтың азаматтық өкілі Абилович. Бармын. Соттың құрамына төрағалық етуші Мұрат Оспанов. Сот отырысының қатысушысы Аймаханова Ақбөпе. Соттың құрамына яғни маған қарсылықтарыңыз бар ма? Прокурор, бар. Тараптардан ашық жоқ. Құрметті сот, мен білгім келеді. Бұл облыс соттан ба, қай жақтан? Неге десеңіз, біз қарсылық қылып тұрған тұлға аудан соттың төрағасы ғой. Сіздің қарсылығыңыз білдірген үшін судья Абдықалыққа қазіргі таңда осы қарсылықты қарау үшін судья Оспанов қарайды деп жатыр. Түсіндім, қарсылық жоқ. Жақсы. Қазіргі таңда бізде жәбірленуші Аманбай тиісті түрде хабарланған, қандай пікірлер болады тараптардан? Қамбаров адвокат. Қарай беруіңізді сұраймын. Қайдан жібересіз ба? Қарай беруіңізді сұраймын, Жақсы. Адвокат Ахметов. Соттың құзырына қалдырам. Жақсы. Сотталушылар Ерғали Нариманович. Әзірге қарсылық жоқ. Алқима Ертайқызы. Қарсылық жоқ. Құрметті төрағалық етуші рұқсат адвокат Қамбаров. Қазір 1 минут. Азаматтық өкілі Абилович. Сотталушы Күлбаевтың. Иә, қарсылық жоқ, өте беріңіз. Жақсы, сот отырып қабыл етті. Жәбірленуші Аманбайды қатысусыз қарауға. Тыңдап отырмын, адвокат Қамбаров, не өтініші? Бұл жерде кім менің қорғауымдағы Алқима Ертайқыздың анасы қорғаушы болып танылған, ол да сонымен қатысып отыр. Сол кісіге де сөз берсеңіз. Ат жөнін айтып жібересіз ба? Айтып беріңіз, ат жөніңізді. Зәуре Пернеева. Пернеева Зәуре Сайранбек қызы. Пернеева Зәуре Сайранбек қызы. Сайранбек қызы. Так, Зәуре Сайранбек қызы, кешірім сұраймын. Соттың құрамына қарсылығыңыз бар ма маған? Жоқ, қарсылығым жоқ. Іс бойынша қазіргі таңда жәбірленуші тиісті түрде хабарлаған, бірақ себепсіз кетмей тұр. Дәлел себептермен. Қандай пікіріңіз бар? Қатысусыз қарай беруге. Менен қарсылық жоқ, Абишев. Қарсылығым жоқ. Жәбірленуші табылды. Ескере отырып, сот қабыл етті. Жәбірленушіні қатысусыз қарауға. Іс бойынша сотталушы Ерғали Нариманович Күлбаевтың азаматтық өкілі Абилович сізге сөз беріліп, баяндап шықсаңыз. Құрметті
Сот, құрметті сотқа қатысушылар. Өздеріңіз білесіз, адамның басты құқығы, оның бостандығы, бұл мәселе ата заңымыздың бірінші бабының бірінші тармағында тұр. Сол ата заңымызды биыл 30 жылын тойлап жатырмыз. Ендеше судьяға қарсылық білдірудің негізгі мәтіні мынада. Сот барысында анықталды бір мәселе. Ол жаңағы қатыспаған жәбірленуші менің ешқандай кінәм жоқ дейді. Және ең алғаш жазған арызында ол арызын толтырған барлық заң талабына, КПК-ның талабына сай тергеуші толтырған. Сонда мына Ерғали Құлбаевтың фамилиясы жоқ. Ендеше сот барысында қайта сұралды. Барлық істегі бірнеше құжаттарында, беттестіруде, жәбірленушінің өтініш хатында, түсініктемесінде еш жерде Құлбаевтың жаңағы маған ақша бер деп, анау Шымкенттен шығып пойызбен барғандағы мақсаты ешқайсысында жаңағы ойында мынау Қызылорда облысынан 4 есе үлкен оңтүстік Қазақстан облысынан бопсалап алатын ақша табылмай қалғандықтан Қызылорда облысқа барайыншы деген ой болмағаны көрініп тұрды. Ендеше тағы да қайталап айтамын. Біздің еліміз Қазақстан мемлекеті, мынау 66 жылы 16 желтоқсанда азаматтық құқықтардың халықаралық пактіге ратификация жасап қойғанбыз. Оны 2005 жылы 28 қарашада 91 заңымызбен адамның бас бостандық құқығын біз мынаған пактіге қол қоямыз. Бітті, ол бірінші орында тұрады. Ол ата заңымызда да тұр ғой. Құшылық Құдай деп 2005 жылы қолға қойыппыз. Енді осы мәселеге сай, егер сот барысында анықталып тұрса, оның ешқандай кінәсі жоқ қамап қойғанын. Қалай қамап қойды? Келісіп, қалай кемсіп? Полиция айтты. Мынау соттарды тағайындайтын атқару билігі бар емес, соттарды тағайындайтын. Халық сайламайды оны. Конституция бойынша сайлау керек болса. Конституция бойынша соттарды сайлау керек. Ата заңымыздың 3-ші бабының 4-ші тармағында тұр. Бірақ биліктің бір тармағы сот судьялар сайлайды. Соған амалсыз көнген бейшара судья амалсыз қанағаттандырмай өтініш хатты. 1 сағатта, бір күнде болса артық отыруға құқы жоқ оның. 1 сағат. Ендеше сот залынан босатыңыз, келесі сот отырса өз еркімен келеді, соны қолға талайық. Өтініш қылам ғой мен. Соны істемейді. Және құрметті сот, ендеше бірнеше құжаттарменен дәлелденіп тұр. Ол неме? Күлбаевтың ешқандай сөзбен емес қимылмен, ымдап. Ондай істемеген. Оны басқа бір өсірген шығар, Құлбаев істемеген. Екінші, ол ақша жібергені Құлбаевтың шотына түспеген, немесе тұсқанына танысына түспеген. Жәбірленушінің жаңа айттым, ешқандай ештеңе кінәм жоқ дейді. Ендеше құрметті сот, судьяның қанағаттандырмаған мен қалай? Мынау әділ екен ғой деп ойлауым керек па? Значит, әділетке түкіргені бар. Бірақ бейшара деп айтатын себебім, судья тәуелсіз емес. Тәуелсіз болмай, атқару билігін, яғни атқару билігі дегеніміз сайланып тұрған аудан әкімі сайланып жатыр ғой. Президент тағайындайтын білеміз ғой судьялардың. Халық сайламайтын. Ендеше соған мәжбүр болған бейшара судьяның мен қалай оны мүдделі емес деп санаймын. Егер мен үндемей қалайтын болсам, ертең масқара болмайын ба? Кешіккен 15 минут кешіккен бейшара судьяға атылып беретін Әбішев неге үндемей қалды, бейшара болып қалған ба деген болды ғой. Сонда Құдайға не айтамын? Құдайға поллюксінді қалай бересін деп айтамайым ғой. Менің үмітім бар, Құдайдың поллюксін алуға. Сондықтан құрметті сот, егер сіз қазір сол ауданның судьясысыз, ана төрағаға тікелей қатысыңыз, қайта түсіп қайтамын. Судьялар жаңағы дербес кез келген процестік неде өзі дербес ешқандай несі жоқ, тәуелді емес деген сөз түсінемін мен. Ол тек қана сөз қой. Өмірде қалай? Сондықтан сіз қазір қалай бірге шай ішіп, бірге жүрген, бір ғимаратта істейтін төрағаңызға қарсы шығып, оны мен сүтемді қанағаттандырасыз.
Сондықтан қанағаттандырмайтыныңызды білемін, бірақ бәрібір айтамын осы шындықты. Осы уақытқа дейін 30 жыл бойы 95-ші шыққан ата заңымыздың 3-ші бабының 4-ші тармағы орындалмай, яғни үш билікте тікелей халыққа бағынып, бір-біріне тепе-теңдік, баламалық жағдайын істемей, ештеңе оңбайды. Значит, осындай авторитарный, тоталитарный бейшара мел болып жүре береміз. Халықтың құқығы тапталып жүре береді. Конституциямыз бір бақша, оны түсірайтты халықты да, енді халық, бейшара халықта да жұмбақ өткен, құлдықтана сіңіп кеткен, Мұхаммед пайғамбар айтпақшы жаңағы мұсылман мөмін болып қалған. Сондықтан құрметті сот, менің ойымша, және мына халықтың мерде барлық журналистер жиналып отыр. Солардың ешқайсысы мен сөзімді қорқушайтынын білем. Ендеше сіз оны қанағаттандырмайсыңыз да білем. Бірақ оны айтпай үндемей отырған менің арым шыдамайды, бетім шыдамайды. Әділетсізді көріп тұрып, жағымпаз бола алмаймын. Мына өлетін уақым таянған кезде. Бір 30-40 жылlarda маған, 110 көруге. Сондықтан құрметті сот. Бірақ процессуальдық нормаға сай, заңға сай, сізден сұраймын. Қанағаттандырыңыз. Ана заңсыз адамның құқығын бұзған, бұзшы шығарған, және біздің елімізде мына дамыған елдердің бәрі күліп қаласын. Ей, масқара қой, маймыл қазақ қой, мынау қарашы. Себебі соңғы 4 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде, 19 жылдан бері бастап, 6 жылдың ішінде 3 мәрте Европарламент резолюция шықты. 19 жылы, 14 мартта Қазақстанда адамдар тұрмай, маймыл ғой, адам құқықты қорғалмайды оны дейді. Және 21 жылы февралдың 11-інде не 13-інде қателеспесем. 3-ші өздеріңіз білесіз, кешегі қаңтарда қырғыннан кейін. Сонда кіріп кеткен 20 мың террорист шыққан жоқ. Егер шықпаса, ол біздің халқымыз шығар деген ой келеді. Құрметті сот. Аха, өте дұрыс. Кешірім өтінем, онда қайтарам бастап екен бар. Кешірім өтінем. Адамның құқығы қорғалмайтын. Мына адам құқығы қорғалмаған жөнді беріп отырмын, қарсылық. Қарсылықты беріп отырмын, адамның құқығы қорғалмаған. Адамның құқығы қорғалмағандықтан мені Қазақстан Республикасының елімді қорлап жатыр. Европаның дамыған елдері. Соңғы үшеуіне мен қатысым бар. Соңғысы 22 жылы қаңтардың күзінде болды. Қаңтар бірақ жылдың басында болды ғой. Ендеше, тағы да сондай резолюция шықпас үшін құрметті сот. Егер мен қарсылық беріп отқан Қазалы аудандық соттың төрағасы менің отношение бұзам ба бұзбайм ба деген ой тұрады ғой сізде. Сонымен Қазақстан деген мемлекеттің абыройын састырып қарап, кеңес бөлмесінде менің осы кет құры деп қарсылық бергенімді қанағаттануды өтінемін. Құрып кетеді. Бұздың мені Қазақстан елімнің абыройын деген сияқты қанағаттандыруды өтінемін. Болдым, рахмет. Қазір іс бойынша мына сіздің білдіргеніңізге мен оқып сіз айып етпеңіз. Қаңтар айда айттыңыз ба, мына сізден сұрағанымыз мына қарсылық бойынша еді. Сіз мына 3 пункт жазыпсыз да, іс бойынша қарсылық білдіретін жәбірленуші Күлбаевтың ешқандай сөзбен немесе қимылмен адам ешқандай ақша талап етпеген. Одан кейін оның ақшасы Күлбаевтың есеп шотына түспегені. Одан кейін В тармақшасында жазып тұр ғой, жәбірленушінің сотталушы Ақлима Ертайқызымен ақша жөнінде болған әңгіме кезінде Ерғалидың болмағанын жәбірленушіде сотталушы Ақлима Ертайқызы да сотта мәлімденгенімен. Дәлелденіп тұр деймін да. Бұл сот процесінде анықталған мән-жай ғой. Судья қарап жатқан судья халыққа қарсылық білдіріп отырсыз, жәбірленушіге мүдделі танытқаны үшін деп. Иә. Баяғыда түсінігі бар бұл жерде. Иә. Қай құжатпен сіз айтып отырсыз, мүдделі танытқаны жөнінде, оның жөнінде жазып жатқан жоқсыз ғой сіз.
Жоқ, оны мен қазір ауызша айттым ғой. Және оның қандай мүдделі екенін. Егер соның бәрін айтып мен өтініш хат берсем, оны жазып қойған берді. Оны жаңа өтініш хат берген. Енді сол өтініш хатымды қанағаттандырудан бас тарту, төмендірек оқыңыз, сонда көресіз. Төмендірек оқыңыз. Өтініш хатында қанағаттандырудан бас тартуы, яғни оның мүдделі екендігі, судьяның ата заңымыздың бірінші бөлімінде көздеген Күлбаевқа бас бостандығынан артық бір күнде болса шектелмеуіне түкіріп қарағандығына деп тұрмын. Түсініңіз ба? Яғни өтініш хат берген мен осы жөнінде. Соны жазып отырмын, астын мен алдында тұр. Сол өтініш хатты қанағаттандырудан бас тартуға ақысы болмайтын, егер сот барысында ананың бәрі анықталып көз жетті. Яғни оның мүдделі етіп жаңағы ауданның әкіміне ойбай-ау деп оған қарсылық келуге, то есть сайлау ауданның әкімі жөнінде болған ғой. Бұлар сол сайлаудың аяқтадыңыз ба? Жоқ, сіз жаңағы түсінбеген жерді түсіндіріп жатырмын ғой. Мен түсіндіріп болайын, бөлмей қоя тұрыңыз. Бөлмей қоя тұрыңыз. Болмаса аузыңызды жабып тұрыңыз, қоя саламын. Құқым жоқ болса. Түсіндірейін. Негізгі екеуінің қамалы ояққа бір ақша істеу үшін барған жоқ. Оны елдің бәрі түсінді шығар. Яғни ауданның әкімінің сайлауы болған. Ендеше судьяның төрағасының ауданның әкімінің сайлауының заңсыздықтарын көрсеткен адамды қалай жақсы көруі мүмкін? Соған түсінікті шығар. Сондықтан оның жаңағы мүдделі екенін, яғни әділдікті сатқанның белгісі осында емес пе? Әділ болса неге ақша береді олар? Мәселе сонда. Сондықтан құрметті сот, мына үндемей қалып, мына судья өзі шешеді ғой деп отырғандар болуы мүмкін. Мен ондай емес. Өмір бойы сотта жүрмін. Ол 7-ші класстан бері қарай. 7 жылдан асып бара жатыр. 6 жыл болды. Сондықтан мен оны білемін. Не тұрғанын ар жағында. Оны көре тұрып, үндемей қалу ертең менің тарихыма. Азамат, арыма ұят. О дүниеде Құдаймен қалай саудаласам. Сондықтан жаңағы кеңес бөлмесінде ойланып көріңіз. Ертең мына құжаттардың, мен архив туралы заңымыз бар. 75 жыл сақталатынын білемін. Енді немерелеріңіздің алдында, өй, мынау баяғы Оспанов деген судьяның немересі ғой деп, халық бетіне түкірмесін. Сол үшін. Аяқтадыңыз ба? Болды, аяқтадым мен. Енді сізден күтемін жауапты. Соны айтып жатырмын ғой. Болдым. Аяқтадым. Жақсы. Сот кеңес бөлмесіне бөлінеді. Отырген прокурор Жұмашев, адвокат Қамбаров, Ахметов, заң өкілдері Дернееваның, сотталушылар Күлбаевтың, Алхиманың және азаматтық өкілі Абичтің қатысуларымен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194 бабының 2-2 тармағымен сотталушы Ерғали Нариманович Күлбаевқа және Ахлима Ертайқызына қатысты қылмыстық іс бойынша оның азаматтық өкілі Абичтің Қазалы аудандық сотының судьясы Абдықалыққа қатысты істі қарауына қарсы білдіру туралы өтініш шығарып, соны анықтады. Сотталушы Күлбаевтың азаматтық өкілі Абичтің қарсылығында судья Абдықалыққа сотталушы Күлбаевтың сот залынан босатып, яғни бұлтартпау шарасын өзгертіп, ешқандай кетпеу қолхатымен ауыстырып келесі сотқа дейін өз еркімен келетін. Ал үкімі қандай болса да кеңес бөлмесіне шешу жөніндегі өтініш хатты қанағаттандырудан бас тартуына Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексі 87 бап 1 бөлігінің 6 тармақшасына сілтеме жасап, судья Абдықалыққа жоғарыда аталған қылмыстық іс қарауына қарсы білдіретінін көрсеткен. Сотталушы Күлбаевтың азаматтық өкілі судьяға қарсы білдіру туралы өтінішін бастап, оны қанағаттандырып сұрады. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің 87 бап 1 бөлігінің 6 тармақшасында судья осы іске тікелей немесе заңнама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын өзге де мән-жайлар болса, істі қарауға қатыса алмайтын делінген. Сот құжаттары зерттеп, сотталушы Күлбаевтың азаматтық өкілі Абичтің уәждерін тыңдап, судья Абдықалықтың осы қылмыстық іс бойынша тікелей немесе заңнама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын мән-жайларды анықталмайды. Сондықтан сотталушы Күлбаевтың азаматтық өкілі Абичтің Қазалы аудандық сотының судьясы Абдықалықтың істі қарауына қарсы білдіру туралы өтінішін қанағаттандырудан бас тартуға жатады. Жоғарылардың негізінде қылмыстық процесс кодексі 87 бабының сот қабыл етті. Біздің мақсатымыз болған жоқ. Біздің мақсатымыз қанағаттандыруды білеміз. Мен осы соңғы 25 жылдың ішінде микрофон ашық. 3 мәрте ме 4 мәрте ғана қанағаттандырды. Соның по-моему үшеуі орыс тілінде өткен кезде. Мен мұсылмандықты жек көретін сондықтан. Түсініңіздер ме?
Мұсылмандықты жек көрем. Құлдықсанан кіргізіп жіберген деген. Немесе кассациялық арасында енгізуі мүмкін. Іске қатысушылар орныңыздар. Бүкіл Қазақстан бойынша менен артық. Сотталушы Күлбаев азамат өкілі Әбіш іс бойынша қаулы сізге түсінікті болды ма? Қосу. Түсінікті ғой, оны білдік қой, олай болатын. Бұл оған дейін түсінікті болған. Өтініші қанағаттандырудан бас тартылды. Осы қаулыға, яғни келіспеген жағдайда Оны білем. соттың қаулы жасауына және прокурор өтініш хаты бойынша қайта қарауға жатпайтынын түсіндірем, және іс бойынша апелляциялық шағында толық көрсететініңіз толық құқығыңыз бар. Сізге түсінікті ме? Түсінікті бұлай болатын да білгім. Айтпай тұрып түсінікті болған. Жоқ, басылмай тұрып түсінікті болған. Жазған кезде түсінікті болған. Қарсылықты берген кезде. Қарсылық берген кезде түсінікті болған, қанағаттандырмайтын. Жалғастырмай ма кеңес? Қанағаттандырмайтынын білгенім, Ерғали ма? берген кезде түсінікті болған. Ерғали емес, адвокат бұл. Біздің адвокат. Бұл жігіт нормальды, болашақта мықты адвокаттың бірі болуы мүмкін. 20 жылдан кейін. Өшіріп тастады. Болды, бітті ме?